Достар, қараңыздаршы, керемет торт ауызда ериді. Дауысын естідіңіздер ма? Осындай тортты мен сіздерге қазір жасау жолын үйретемін. Мен әдеттегідей Есімбекова Майра. Каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге керегі ұн, қант, 5 жұмыртқа, нан қопсытқыш керек болады. Ыдысымыз таза болу керек, құрғақ болу керек. 5 жұмыртқаны жарып саламыз ыдысымызға, миксермен араластырамыз. Ортасында қантымызды салып, әппақ көбік болғанша араластырамыз. Достар, ақ уызын және сары уызын бөліп, ыдысқа 2 бөліп қажеті жоқ. Тек қана осы бір ыдыспен ғана жұмыс істейтін боламыз. Көтерілмей қалады деп қорықпаңыздар. Міне осындай әппақ көбік болғанға дейін араластырасыздар. Миксерді тоқтатқан кезде миксердің басынан кішкене қазір көрсетемін. Із қалатындай болу керек, қараңыздар. Міне мен осылай ағызып жатырмын. Сол кезде міне із қалып жатыр, көрдіңіздер ғой? Сондайға дейін араластырасыздар. Ұнымызға нан қопсытқышымызды салып араластырып алғаннан кейін жаңағы сұйықтығымызға осы ұнымыздың бәрін салып миксердің ең төменгі қазір көрсетем, тез айналдыратын емес, төменгі айналдыратын скоростіне қосып, ақырын астынан жоғары қарай осылай араластырамыз. Лопаткамен де араластыруға болады. Ішінде міне ауа қалып кетіп жатыр. Сол ауаны шығару үшін миксерлеп жатырмын. Енді пешімізді осы жерде қыздырып қоямыз. Формамызды дайындаймыз. Осы пергамент қағазын төсейміз. Және бортиктерін ешқандай май, еш нәрсемен майлаудың қажеті жоқ. Себебі ол піскенде түсіп кетеді сырғып. Міне осылай құйдық. Ысып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Ортасы пісіп піспегенін шпажкамен көреміз. Құрғақ болса пісті деген сөз. Қағазын алып, осыны 2-ге бөлеміз. Қазір қараңыздаршы, мен қазір бөлемін. Сол кезде сіздерге жаңағы пропитканың қажет етпейтіндігін көрсетемін. Бірақ мен осы кезде пропитканы жасадым. Себебі мен ортасына банан қосамын. Сол үшін пропитка жасадым. Кішкене сочный, биік болу үшін. Тыңдаңыздар. Тыңдаңыздар ғой, көрдіңіздер, шытырлап тұр енді, керемет бисквит. Енді мен креміне 4 ас қасық осы қаймақ, мен осы фирманікі ұнайды, қою және үстіне қойылатылған сүтімді салып араластырып қойдым. Ортасына банан қосамын. Және міне пропиткаға менде 1 ас қасық қойылатылған сүт және жылы суды құйып араластырып алдым. Бисквитімнің үсті кішкене көтерілген жерін алып тастадым. Осыны астына жіберемін. Қазір пропитка жасап, үстіне бананымды кремімді жағып, бананымды орналастырамын. Содан кейін жаңағы екінші бөлігін жауып, оны да пропитка жасадым. Солай тортымызды жинақтаймыз. Бұл торт енді 700 теңгенің продуктысы. Оған мен светті де қостым. Өте қол жетімді торт, жасап көріңіздер. Тек жаңағы жұмыртқаны жақсылап ақ көбікке дейін айналдырып алуларыңыз керек, қантты қосып. Ең бастысы сол. Және бортикті майламаңыздар еш нәрсемен. Ол бисквит пісіп атқанда сырғып түсіп кетеді май. Майласаңыздар, жаңа ыдысыңызды майламаңыздар, бір сөзбен айтқанда. Міне екінші бөлігін пропитка жасап, үстіне қойып, енді кремімізді жағамыз. Осылай басын қырап қоямыз. Өздеріңізге ұнаған
кремді жасасаңыздар да болады. Сары май мен сгущенка, осы қоюлатылған сүтті де араластырып қойсаңыздар да болады. Енді дәмі тіл үйіреді, ауызда еритін торт жасап көріңіздер. Қолдарыңызда не бар, сомен әсемдесеңіздер де болады. Әсемдемей ақ қойсаңыздар да болады негізі. Менде қолымда осы 2 клубника, соны кесіп ортасына сәндеп қойдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Ендігі видео рецепте кездескенше. Осы видеода көрсетілген тортты жасап, сіздер мені инстаграмда, сторизда белгілеуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.